Әйгілі Досмұқасан ансамблінің негізін қалаушылардың бірі жерлесіміз Хамит Санбаев дүниеден озды. 1967-72 жылдары ансамбль құрамында өнер көрсетіп, саксофонда ойнаған әйгілі топтың мүшесі 78 жасқа қараған шағында бақиға аттанды. Алматы политехникалық институтының автоматика және есептеу техникасы факультеті бойынша комсомол бюросының төрағасы болған Хамит Санбаевтың ұйымдастырушылық қабілеті зор еді. Досмұқасанның қалыптасып ансамбль болып құрылуына да сүбелі үлес қосқан. Топ құрамын музыкалық аспаптармен қамтамасыз етуге атсалысты. Сол кісінің жанымызда болды, ол бір мәселе. Екінші, содан кейін ансамбль Досмұқасан атын алғаннан кейін, оны венгрлердің қойған, сіздер білесіздер. Досмұқасан деген, соны Хамит деген, Хамит Санбаев деген ағамыз. Содан бір арғырата политехте жүргенде біздің репертуарды жасауға, дұрыс жүріп, дұрыс ойнауымызға ол кісінің ықпалы көп болды, және ол кісі керемет ұйымдастырушы еді. Ол Досмұқасан ансамблінің құрамында азғана өнер көрсеткеннен кейін Мәскеуге оқуға аттанған. Келгеннен кейін де басшылық қызметтер атқарыпты. Десе де ансамбльден ажыраған емес. Қиын кезде келген қаза ауыр тиді дейді әнші Хамит Санбаевтың үзеңгілес інісі Мұрат Құсайынов. Кеше дүниеден озды, бүгін ол кісі жерленді. Біз енді Досмұқасан мүшелері қатты қайғырып, осыны еске алып жатырмыз. Сол жерлеуге бара алмағанымыз өте өкінішті, бірақ оның бәріне білесіздер карантин себеп болып жатыр. Бізге солай ұсыныс берілді. Сондықтан жанұясына мен көңіл айтып, ансамбльдің атынан, өзімнің семьямның атынан, коронавирус біткеннен кейін ағамыз туралы көп әңгімелер айтылады, басымыз қосылады, Құран бағышталады. Бірнеше жыл бұрын ауруға шалдыққан Хамит Санбаев сол дерттен көз жұмды. Қабырғасы қайысып, қайғы шеккен марқұмның туыстарына Атырау телеарнасының атынан көңіл айтамыз.